Ашығудың адам ағзасына пайдасы. Ашығу адам ағзасын жақсарту мен детоксикация жасаудың ең тиімді әдісі. Ашығудың пайдасы туралы түсінік соны Гиппократ заманынан бері бар. Ашығу арқылы дене массасының салмағын бақылауда ұстауға болады және жүрек қан-тамыр жүйелерінің жағдайын жақсартып, ескі жасушалардың жаңаруына мүмкіндік бересіз. Арнаға тіркеліп пайдалы ақпараттарды тыңдай жүріңіз. Қазіргі кезде ашығудың түрлі әдістері бар, күрделілігіне қарай нәтижесін көруге болады. Олай болса, ашығудың адам ағзасына тигізер пайдасын тізбектеп көрейік. Ашығу дененің физикалық жағдайын жақсартады. Ашығу арқылы біреулер артық салмақтан құтылғысы келсе, келесі біреулер өзін жеңіл әрі сергек сезіну үшін сол қадамға барады. Көп жағдайда ашығу ағзаға түрлі тәсіл арқылы оң әсерін тигізеді. Әсіресе гормондардың жұмысын реттеп, ағзадағы майдың метаболизмасын жақсартады. Тоқтық сезімін сыйлайды. Эндокриндік ағзадағы май талшықтары бірнеше гормондарды түзу арқылы өз қызметін атқарады. Солардың бірі лептин деп аталады. Лептин бірінші кезекте көңіл күйге әсер етеді. Ашығу және артық салмақтан арылу кезінде ағзадағы аштық сезімі мен тамақ ішкеннен кейінге тоқтық сезімін сезінуде лептиннің рөлі басым. Ашығу кезінде лептиннің көрсеткіші алдымен төмендейді. Есесіне, артық салмақпен қош айтысу барысында дәл осы гормонға деген резистенттік жанама әсер күрт ұлғаяды. Сол арқылы адамда толық тоқтық сезімі пайда болады. Зат алмасуды реттейді. Бұдан өзге лептин қалқанша безіндегі гормондардың жұмысын жақсартады. Лептинге деген жоғары сезімталдық зат алмасуды күшейтеді. Егерде қалқанша безде қандай да бір мәселе бар болса, ойланбастан ашығуды әдетке айналдырған жөн. Инсулинге деген сезімталдықты арттырады. Ашығу кезінде ағза жеткілікті деңгейде глюкоза алмағандықтан инсулин аз мөлшерде түзіледі. Мұндай гормонның төмен көрсеткіші инсулинге сезімталдылығы жоғары адамдарға пайдалы. Жүрек қан-тамыр жүйелерінің жұмысын жақсартады. Зат алмасу процесі нашар адамдар үшін ашығудың пайдасы шаш етектен. Зат алмасуы төмен адамдардың жүрек қан-тамыр жүйелерінде міндетті түрде проблема болады. Ашығу бірінші кезекте жүрек қан-тамыр жүйелерінің жұмысын жақсартып, қан айналымды реттейді, артериалды қан қысымын тұрақтандырады. Қан қысымын реттейді. Ашығу кезінде әсіресе алғашқы аптада артериалды қан қысымы төмендейді. Күнделікті тұтынатын тұз бен оның ағзадан несеп арқылы шығу мөлшері төмендегендіктен қан қысымына тікелей әсері бар. Қант мөлшерін төмендетеді. Ашығуды бастаған алғашқы күндерде қан құрамындағы қант мөлшері кемінде 30%-ға төмендейді. Бұл әсіресе гипергликемияға жақын жандарға пайдалы. Ағзада қант мөлшерінің төмендеуі әлбетте энергияның төмендеуіне әкеледі. Десе де ашығуды жалғастыра берсе, қант мөлшері тұрақтанады. Жүректің жұмысына оң әсерін тигізеді. Жануарларға жасалған зерттеу нәтижесі жүректің жұмысын жақсартатынын көрсеткен. Араға уақыт салып ашығу жүректің бұлшықетін жақсартып, бос радикалдардың зиян тигізуіне жол бермейді. Екінші жағынан жүрекке қан тасымалдайтын тамырлардың жұмысын да жақсартады. Қартаюды ұзартып, өмір сүру ұзақтығын ұлғайтады. Қазіргі таңда ашығудың ұзақ өмір сүруге пайдасы зор екені көп айтылып жүр. Қан айналымының жақсаруы өмірдің сапасына әсіресе әдемі қартаюға оң әсер етеді. Ашығу жалпы организмге сергектік беру арқылы өмір сүру ұзақтығын ұлғайтады. Оксидативті күйзеліске қарсы тұра алады. Бос радикалдар мезгілінен бұрын қартаюға итермелейтін бірден бір фактор екені жасырын емес. Ашығу кезінде қан құрамы жақсарып, гормондардың сигнал функциясының жұмысы жақсарады. Осылай оксидативті стрестің мөлшері азайып, жасушалар мен талшықтарды сау күйінде сақтап қалуға мүмкіншілік береді. Жасушалардың қайта түзілуіне оң әсерін тигізеді. Жыл өткен сайын ағза қартая береді. Ағза қартайған сайын зақымдалған жасушалар көбейе береді. Зақымдалған жасуша түрлі аурулардың бас көтеруіне әкеледі. Бойдың өсуіне де ашығудың оң әсері бар. Диета немесе ашығу кезінде ағзада бойдың өсуіне әсер ететін инсулинге ұқсас фактор аз мөлшерде түзіледі. Дәл осы гормон ағзадағы рак жасушаларының таралуына әсер етеді деген болжам бар. Нәтижесінде бойдың өсуіне әсер ететін инсулинге ұқсас фактор
төмендеу арқылы обыр ісігінің оянуына, пайда болуына тосқауыл пайда болады. Ашығу тек сау емес жасушаларды жоюмен шұғылданып қана қоймай, пайдасыз гормондардан да құтқарады. Миды қорғайды. Соңғы 10 жылдықта мидың жұмысын зерттеуге бағытталған зерттеулер айтарлықтай көбейді. Мидың жұмысына деген қоғамның қызығушылығы әдемі қартаю мен қарттық шақта когнитивті қабілеттерімізді сақтап қалумен түсіндіріледі. Бақытымызға орай ашығу мидағы қорғаныш қабілетін күшейтеді. Зиянды ақуыздардың түзілуіне тосқауыл болады. Кейбір ақуызға бай тағамдар мидағы ісікті жандандыруға бейім болуы мүмкін. Ашығу немесе калориясы мықты тағамды шектеп тұтыну ағзада тітіркенуге әкелетін бос радикалдардың түзілуіне жол бермейді. Ашығудың тағы бір пайдасы күйзеліске адекватты қарауға көмектеседі. Кейде аздаған стрестің де ағзаға пайдасы бар. Неге десеңіз, ол ағзаны нығайтуға шақырады. Бұл миға да қатысты айтылған дүние. Ашығу арқылы ми жұмсақ стресске ұшырайды. Нәтижесінде мидың өлуіне немесе зақымдануына жол бермейді. Жарақаттан кейін тез жазылуға да ашығудың өз ықпалы бар. Егер денеде қандай да бір жарақат болса, ашығып көріңіз. Зерттеулер араға уақыт салып ашыққанда миына зақым тиген адамдардың миының жұмысы жақсаратынын көрсеткен. Мәселен, инсульт алған немесе жарақаттың әсерінен қандай да бір ауруға шалдыққандар үшін ашығу өте пайдалы. Бұл әзірге ғылыми болжам ғана. Ашығудың терідегі коллагеннің мөлшеріне оң ықпалы бар. Тамақтану рационы теріңіздің жағдайына тікелей әсер ететінін ескерсек, ашығудың да теріге тигізетін өзіндік әсері бар. Қанның құрамындағы қант мөлшерінің шектен тыс көп болуы коллагеннің құрылымын бұзып, төзімділігін төмендетеді. Ашығу кезінде қант мөлшері төмендейтінін қаперімізге ұстасақ, теріге оң әсерін беретінін болжауға болады. Ашыққан сайын жаңа энергия келеді. Алланың жаратылысы керемет. Негізі жасушалар өздері бір-бірінің орнын толтырып, жаңартып отырады дейді терапевт, нутрициолог, диетолог дәрігер Айкерім Биболатқызы. Олар қалай жаңарады? Ескі немесе қалдық жасушалар мен бактериялар ақуызды пайдаланады. Ақуыз жеткіліксіз болған кезде зақымданған жасушалар жинала береді. Ағзадан шықпаған соң қауіпті бактерияларға айналады. Аурудың басы осы. Осы токсин, бактерия, обыр жасушаларын жоятын бір-ақ нәрсе бар, ол ашығу. Ашыққан кезде ағзадағы қалдық жасушалар шығарылады, ал жаңарған жасушалардың өмір сүру ұзақтығы ұлғайып, энергия бөледі. Онымен қоса ағзадағы қабыну процесі азаяды. Тұтынатын тағамдардың калориясы азайған сайын артық салмақ та кетеді, ал бұл ағзаның жасаруына мүмкіндік береді. Егер сізде жүрек аурулары, неврологиялық проблемалар, қант диабеті, түрлі қабынулар, күйзеліс, қан қысымы тағы да басқа дерттер болса, ашығуды қолға алыңыз. Бірақ қаперіңізде жүрсін, ашығуды арнайы мамамен ғана жасауға рұқсат етіледі. Өз бетіңізше ашығу денсаулығыңызға зиян келтіруі әбден мүмкін.